Қайырлы күн, құрметті қазақстандықтар, құрметті көрермендер. Рухани жаңғыру үлкен бағдарламасы аясында бүгін біз ұлт рухының өрлеуі атты конференцияны басталғалы отырмыз. Я, Шыңғыс, шынымен бүгін керемет күн. Ұлт рухының өрлеуі атты конференциямызға қош келдіңіздер. Бұның бәрі рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жасалып жатыр. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2017 жылы 12 сәуірде болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласын жариялаған болатын. Осы мақала аясында рухани жаңғыру бағдарламасы да дүниеге келді. Бұл бағдарлама жалпы халықтың идеологиялық даму платформасына айналмақшы. Бұл бағдарламаның өз ішінде 3 даму жолы бар, Шыңғыс. Атап өтетін болсақ, жеке тұлғаның дамуы, ұлтаралық бірегейлік және халықаралық позициялау. Сонымен қатар мемлекеттік, азаматтық қоғамның және жергілікті қоғамдастықтардың дамуы. Осы 3 даму жолы жалпы рухани жаңғыру бағдарламасының даму жолын айқындайды. Сонымен қоса, Ақерке, рухани жаңғыру жобасы үлкен бағдарламасы 6 негізгі қағидаттан құралған. Бұл білімнің салтанат құруы, бәсекелікке қабілеттілік, патриотизм, эволюциялық даму, ұлттық бірегейліктің сақталуы және сананың ашықтығы. Қандай керемет 6 негізгі қағидатты айтсақ болады, е? Шыны керек, Шыңғыс, осы 6 негізгі қағидатты жүзеге асыратын рухани жаңғыру бағдарламасында 17 арнайы жоба бар. Осы арнайы жобаларды атап өтетін болсақ, бұл дала фольклоры мен музыкасының 1000 жылы, тарихтың кино өнері мен телевизиясындағы көрінісі, түркі әлем генезисі, архив 2025, үнем қоғам қуаты, еңбек елдің мұраты, дәстүр мен ғұрып және құқықтық мәдениет. Одан бөлек туған жер жобасы, жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық, Қазақстанның киелі жерлері географиясы, жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет, 100 жаңа есім, ауыл ел бесігі, ұлы даланың ұлы есімдері, ұлы даланың ежелгі өнері және технологиялары мұражайы. Қандай керемет 17 негізгі бағыт, Ақерке? Шыны керек, қазіргі таңда әрбір 17 өңірде осындай кеңселер құрылған болатын, рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыратын. Бұл кеңселер осы 17 арнайы жоба арқылы жұмыс жасайды. Ал бүгінгі біздің конференциямыздың да басты мақсаты халыққа, қоғамға осы бағдарламаны, яғни рухани жаңғыру бағдарламасын кеңінен насихаттау болып келеді. Ақерке, өте бүгін маңызды іс-шара конференциямыз болып отыр. Бүгін біз арнайы меймандарымызды шақырып, осы елге өзінің үлесін қосып, еңбегімен, өз үлесімен, өз қажырлы қайратымен үлес қосып, осы рухани жаңғыру бағдарламасын іске асырып отқан нақты азаматтар мен азаматшаларды шақырып отырмыз. Онда, Шыңғыс, бірінші спикерімізді ортаға шақырайық. Алғашқы спикеріміз Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері федерациясының атқарушы директоры Рахат Жақсыбай.